Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үйдегі бар ингредиенттерден өте дәмді, жұмсақ болып шығатын кексті сіздермен бірге жасайтын боламыз. Кексіміз көтеріліп, арасы пісіп, керемет болып шығады. Ал ендеше бірге жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 170 грамм шекерімізді қосып, миксердің көмегімен миксерлаймыз. Бұл жерде біздің жұмыртқамыз 3-4 есеге үлкеюі керек, яғни жұмыртқамыз аппақ болғанша миксерімізді тоқтатпай, бірінші скоростта шамамен 3-4 минуттай миксерлаймыз. Достар, осы кекстің толық құрамы видеоның астындағы описанияда жазылып тұрады. Сосын 60 грамм сұйық май қосамыз. Бұл сұйық майдың орнына 60 грамм ерітілген сары май қоссаңыздар болады. Сосын 100 грамм сүт қосамыз. Бұл сүттің орнына айран немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Сосын венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп барып қосамыз. Бұл жерде ұнның бірінші бөлігін електен өткізіп болған соң бізге керегі 18 грамм қопсытқыш. Менде осындай бір пакет қопсытқыштың ішінде 18 грамм болады. Осы қопсытқыштың бәрін қосамыз. Қопсытқышымызды қосып болған соң венчиктің көмегімен біздің қамырымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей мына шетте мен ұнның екінші жартысын қосып жатырмын. Осы кекстің қамырына мен барлығы 250 грамм ұн қостым. Ұнның екінші жартысын қосып, осылай бірінші венчиктің көмегімен араластырып алдым. Сосын қамырымыз біркелкі болу үшін осылай миксердің көмегімен шамамен 1 минуттай осылай қамырымызды миксерлеп алдым. Бұл жерде біздің қамырымыз орташа сұйықтықтағы қоймалжың, біркелкі қамыр болып шығуы қажет. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Осындай орташа сұйықтықтағы қоймалжың қамыр шығуы қажет. Осындай қамыр болу үшін менде барлығы 250 грамм ұн кетті. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарай ұнды қосыңыздар. Достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сосын менде осындай кекс пісіретін форма бар. Осы формамызға сары майымызды жағып шығамыз. Біздің қамырымыз жабысып қалмасы үшін сары майды көбірек қылып формамыздың барлық шетіне жағып шығыңыздар. Мінекей мына шетте сары майды формамыздың барлық шетіне жағып болдық. Келесі кезекте бізге керегі бір ас қасық ұн. Осы ұнды осылай формамыздың ішіне сеуіп шығып, қолымыздың көмегімен ұнды формамыздың барлық шетіне осылай жүргізіп өтеміз. Бұл этапты сіздер жасамасаңыздар да болады. Сосын артық ұнын қағып тастаймыз. Мінекей біздің формамыз осылай болады. Ендігі кезекте мен осы қамырды осындай кондитерлік қорапқа құйып алдым. Кондитерлік қорап жоқ болса, салафанға құйсаңыздар болады. Немесе осы ыдысымыздан алып, осы формамызға осылай қамырымызды құйып шығамыз. Достар, бұл қамыр осындай ортасы тесік кекстарға арналған. Егер сіздер үлкен пирог жасаймын, немесе шамамен 23 штук кішкентай кекстар жасаймын дейтін болсаңыздар, онда бұл рецепт сіздерге жарамайды. Менің осы YouTube каналымда басқа да үлкен пирогтарға арналған рецепттер бар. Сол жерден көріңіздер. Мінекей қамырымыздың бәрін осылай құйып болған соң, ыдысымызды үстелдің үстіне осылай ұрамыз. Бұл жерде біздің ауасын шығару үшін. Сосын қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пирогымыз қызарғанша пісіріп
сақтап аламыз. Мінекей мына шетте біздің пирогымыз осылай әдемі болып қызарып пісіп шықты. Осы пирогтың піскенін осы таяқша арқылы білсек болады. Таяқшамыз құрғақ болып шығатын болса, пирогтарыңыз пісті деген сөз. Кексіміз пісіп болған соң шамамен 10-15 минуттай суытып, сосын осылай формасынан шығарсаңыздар болады. Бұл жерде біздің кексіміз жабысып қалмай, оңай формасынан алынды. Енді осы кексті сәндеу үшін мен қант ұнтағымен осылай сәндедім. Сіздер сәндемесеңіздер де болады. Егер үйлеріңізде шоколад бар болса, шоколадты ертіп, солай сәндесеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызда. Енді сіздерге кексті бөліп көрсетейін. Қараңыздар, кексіміз оңай бөлініп жатыр. Кексіміз көтеріліп, ортасы пісіп, өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы кексті міндетті түрде жасап көріңіздер. Кекстарымыз жұмсақ, дәмді, хош иісті болып шыққан. Достар, осы кексті сіздер ораза, Рамазан айы келе жатыр. Осы Рамазан айында ауызашарға жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.